Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Сәкен және Қазақ дос кланы. Сіздерді шын жүректен өткен жеңістерімен құттықтаймын бәрін. Және тағы да мынау бір повторный гол көріп жіберейік. Өткен және голды Рональдо саған болатын. Өте әдемі голдардың бірі. Көресіздер, міне осылай өзінің қанатымен, сол қанатымен барды, сол аяқпен теуіп дәл 9-ға кіргізіп жіберіп есепті ашқан болатын. Ол ойында өткізіп жібердік, көре алмадық. Сол себепті мен сіздерге голын көрсеттім. Және кезекті болатын ойынымыз уәде бергенде Эл Классико ойыны. Міне көрдіңіздер, Реал Мадрид пен Барселона командаларының арасында өтеді. Өте мықты ойын. Біз 7 ойыннан бері, 8-ші ойыннан бері жеңбей кеткен. Осы Барселона жеңіп кеткен күні Каутино, Луис Суарес, Лионель Месси дегендер бәрі бар. Білмеймін, Месси қайда екенін түсінбедім мен өзімді. Көре жатармыз оны кейін. Мүмкін жарақат алып, қосалқы құрамда отырып қалуы мүмкін. Ал бастадық. Камп Nou стадион көріп тұрсыздар, өте әдемі, күн деген жап-жарық. Бензима бастаған топ келе жатыр. Ал біздің команда Каутино, Дембеле, Суарес дейді. Білмеймін, Мессидің қандай да белгілі бір себеп салмаған, кім біледі. Ойыннан қосалқы құрамына түсуі мүмкін жарақат алса. Ал біздің құрам сол. Тағы бір жанкүйермен Месут Өзилді алшы депті, оны алдағы бөлімдерде алатын боламыз. Қазір трансферный рынок жабық. Сол себептен ол Луис Суарес пен Мессиді аламай, кімді Өзилді аламайды. Бір Рональдо бәрін алдады. Соққы. Эл Классикода Бензима ағаш. Бензиманы сатып жіберем осы Луис Суарес салсам. Қандай нелер тие алмай қиысып кетіп құлап кетті. Эл Классико ойын басталып кеткен болатын. Әдемі. Тамаша. Маркасиньо жауғыр. Ракетич ортамен өте мықты ойнайды. Өткен Эл Классико ойын Баран Ковачич өте әдемі соққыларын бір жойқын болды. Біздің қақпаға берген, мына қайталап көрсеңіздер болады. Мына қараңыздар. Пас өте опасный, өте қауіпті жағдайлардың бірі. Асенсио допты қайтара алмады. Салах. Брамалда Салах қайтарып тастады. Рональдоға доп жетпеді. Серхио Рамос, Салах. Тынбай жазып жатырмын соққын. Хорди Альба дейді. Мыналар өте мықты. Эл Классикода соққы тағы да. Қиысып кетті. Осман Дембеле Боруссия Дортмундта сатып алған Барселона. Осы ойында мен шын өмірде осы Барселонада Иньеста деген футболшы бар, мен осы жерде де бар ол. Ойыннан футболдан Барселона командасына кетіп жатыр. Өте өкінішті. Мен Барселонаның жанкүйері болмасам да, менің жауым болса да, ол өзім өкініп қалғаным. Себебі онда футболшылар Барселона жібермеу керек. Көпшілік айтып жүр, бірақ шал болып қалды. Бірақ ол бәрібір жібермеу керек еді. Өте қауіпті соққы. Иван Ракетичтің еншісіне жазылып отыр. Қазірше марымны вратаға жасап қатырған жоқпыз. Білмеймін, екінші тайм басында болмаса Криштиану Роналдудың басқан білмейтін соққыға теріштеген Брамалда құтап болды. Осы жерден бұрыштан бұдан пайдаланбасақ, білмеймін, Барселона жақындататын емес. Матика Батиш өте қиын соққылардың бірі. Рафаэль Баран Салах. Батиш неге құлап отыр түсінбедім. Маркасиньо алдап отыр. Самеду Рональдо. Бензима қайда? Бензима ағаш. Ойын бұзылды дейді. Неге? Бізді шалды мәне сонда. Өте қауіпті жағдай міне. 1, 2, 3, 4, 5. Жерлет теуіп көрейік, бір гол болады. Ең әдемі голдар. Соққы гол. Өте әдемі. Криштиану Роналду Эл Классикода салған голды. Барселонаға жерлет салып кетті. Баяғы Баварияға салған сияқты өткен жылғы маусымдарда. Бетін жоғалған кезде ол аяқтың арасына салып, айлакер футболшы айналып кетті. Суарес бізге өтуге дайын болып жүрген сияқты тура. Дайындала бер, жақында сатып алам. Кейін өзің командаңа да қарсы ойнайтын боласың. Бензима. Ой, мына ағаштай.
Жоқ, Бензима гол. 2-0. Айыбын толықта жуып шайды. Сонымен есеп 2-0. Ел Классикода Камп Ноуда жеңіп жатырық. Бірінші тайм әлі біткен жоқ. Криштиану Роналду Месси әлі ойынға түскен жоқ, білмеймін не себепті деген ол жағын өзім түсініп жатқан жоқ. Ойын бұзылды, неге қалай бұзылды таба алмаймын, көрейік. Аяқ іліп кеткен екен, сол себепті ойын бұзылды дейді. Роналду ұзақтан бір көршім соққы. Терштеген бойы ұзын өте. Оны аламаймын. Алар 1 минут қосып берген көрсетіп отыр. Жоқ, мынандай қателіктен пайдалану керек еді. Салах. Ой, ағаш. Мұхаммед Салах. Шашап қалған ба деймін. Көрем, екінші тайм ауысып тастаймын ғой. Мана Салахқа бере берді ғой айтайық. Көрейік. Осы реклама роликтерді өшіп тастауым керек еді негізі. Көрейік. Так. Салахтың жаны толығы неге олай болып отыр білмеймін. Толықтай біздің команда дайын. Ал екінші таймда қарсыласымызда кім осы? Ешкім түсірмеді. Эрнесто Вальверде шақырттыр. Салах сәл арқаға шегініп ойнады. Бензима ұзақтан бір соққы, ағаштың соққысы кетті. Суарестің орны Андрей Гомеш ойын болатын ауысылмен. Оған түсінуге болады. Бірақ Месси қайда? Мен трансферді сәлден кейін ашып көремін. Месси қай жақта ойнап жатқан. Если сол жерден көрсететін болса біле аламын. Қай команда екен. Ал кеттік. Бензима Роналдуға ой, соққы жасап кетті. Қызғанды Бензима. Осындай атышулы ойындарда бұл керек емес. Неше ғасырлар, неше жылдардан бері Каталония командасы менен Мадридтік команда бір-біріне жау, соққы, гол, тоғыздықтағы өте әдемі гол. Роналду, Криштиану Роналдудың супер голынан айналды. Ел Классикоға өзінің атын сызып жазды, тоғыздыққа түсті. Өте әдемі. 3-0 болды және Филиппо Каутиньоны Денис ойнаса болды белгіледі. Месси қайда ал? Месси қайда екенін білмедім мен өзім. Жеке жанкүйерлер сұраған. Месси болғанда жеңіп кететін бе адамдар. Месси болса да басқа болса да білмедім, бірақ Салах мынандай жоқ сол Салахтың. Қараңыздаршы қандай жойқын. Өте жойқын. Мұхаммед Салах енді бір Салах. Енді бір Салах гол теріштеген тесік бұл көпті 4 гол салып тастады. Теріштеген көп қателік жібереді екен. Қорғаушылар ойнайды, Барселона сөйтіп ойнайды, майда пас берді. Соның жазасын беремін мен, себебі алдыға тастап қоямын. Роналду аяғын сындырып тастады. Сары қағаз берген жоқ. Жақсы. Кросс Барселонаға гол сатыпты ғой. Барселона толықтырса ғой, мынандай қателік керек емес. Суарес өте опасный. Өте қауіпті соққылардың бірі. 73-ші минутте қайтар Иско. Тағы да соқ. Гол Барселона сәпетті. Самедудің голы. Өте Дембеленің орны Месси. Міне Месси. Міне Месси. Енді Барселона күшейтілетін шығар. Енді күшейеді, точно күшейеді. Ол белгілі Месси жарты команда болсаңдар Барселона ойын бұзды. Роналдудың аяғын сындырып кетті. Міне Роналду ойын алмастыр деп отыр. Білмеймін. Көрейік. Соққы. Тағы құлапты Роналду, бірақ неге пенальти бермеді таңға бардым. Барселона сатып қойғандай болып тұр, тура бір. Марсело, Роналду, Бензима. Мынандай тактикалық қабат екен. Біз аяғын салсақ сразу қызыл қағаз береді, неге білмеймін. Салсаң бұл біле қалады.
Pas. Isco Benzema. Benzema. 5-1. Көрөмүз Ronaldo аяğı шолтан өтүндү. Тагы травмага жиберип тастаган болду. Өзү доктордун несин көрсөттүм, мына көрүп турсуздар. Азыр көрөмүз. Шабуылда Васкисну коёт, жартылаш болду. Азыр көрөмүз оюнда. 2 мүнөт косуп 5-1 таслаган болду. Мына Лукас Васкис Ronaldo аяктан кеткен экен айттым. Өтө кыйын жагдайлар.